Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен іші бос емес, өзі жұмсақ, нағыз бауырсақ дайындап үйренетін боламыз. Мен өте көп рецепттармен пісіріп көрдім, бірақ олардың іші бос боп, қуыс боп қалады. Бос боп тұрмау үшін және қатты болмау үшін осы рецептпен жасап көріңіздер. Қант пен тұзды салып аламыз ыдысқа және сүтті ысытамыз. Өте қатты ысып тұрған сүт керек. Сүтке майды салып ертіп аламыз барлығын бірге. Май еріген кезде ұнды саламыз. Ұнның үстіне құрғақ ашыт қымызды саламыз. Қызым да көмектесуге келді. Бауырсақтар тағатсыздана күтіп жүр. Қамырды бос қылмай, өте жұмсақ та, өте қатты да етпей, орташа ғып илеп аламыз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Демалған қамырды алып, оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Қалыңдығын 1,5-2 сантиметрлік етіп жұқартып жаямыз. Артылған қамырларды да тағы да бір жайып, осылай домалақша етіп кесіп аламыз. Және дайын болған бауырсақтарды осылай бетін жауып 15 минут қалып қоямыз. Қызып тұрған майда қуырып аламыз. Біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.